Сәлем баршаңызға, сіздермен Эльмира. Бүгін нанымыз жақсы тез көтерілсін десек, ең алдымен опара жасап аламыз. Бізге керек бір стақан жылы су, жарты ас қасық тұз, бір шай қасық дрожж және де бір ас қасық қант қосамыз. 3 ас қасықтай ұн қосып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Енді ол уақыт шамамен 15-20 минуттан жарты сағатқа дейін опараларыңыз дайын болып көтеріледі. Неке қараңыздар, 20 минутта біздің опарамыз дайын болды. Қараңыздар, жан жағына тасып, көтеріліп. Енді нанымызға қоса берсек болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.